bir, iki, üç, bir, iki, üç, bir, iki, üç, bir, iki, üç, bir, iki, üç. Sap soğukta, sap soğuğa. Саламатсыздар ма балалар? Балалар, бүгінгі біздің оқу іс-әрекетімізге қош келдіңіздер. Қанекей барлығымыз шаттық шеңберін құрайық. Біз бақытты баламыз. Шындыққа да аламыз. Сәулетті елдің көгінде шам шырақ болып жанамыз. Жарайсыңдар балалар. Балалар, бүгінгі біздің оқу іс-әрекетіміздің тақырыбы мен және менің денсаулығым деген тақырып. Балалар, бұл өмірде адамдар үшін ең басты не ол? Денсаулық. Дұрыс айтасың, Инабат. Денсаулық маңызды адамдар үшін бұл өмірде. Балалар, адамдардың дені сау болып жүру үшін не істеу керек бұл өмірде? Дұрыс айтасыңдар балалар, таза ауада жүру керек. Және не істеу керек балалар? Ерте тұру керек. Немен айналысу керек? Спортпен жаттығу жасау керек, иә? Және не істеу керек? Дұрыс айтасыңдар. Дұрыс тамақтану керек. Және не істеу керек балалар? Дұрыс айтасыңдар балалар, таза ауада серуенде тынығу керек, иә? Жарайсыңдар балақайлар. Балалар, аяғымызды иық деңгейінде ашамыз, қолымызды алға созамыз, жоғарыға оң қаптал, сол қапталға түсіреміз. Және бастапқы қалыпқа қайта ораламыз. Түсінікті ма? Дайынсыңдар ма? Бір, екі, үш, төрт, бір, екі, үш, төрт. Жарайсыңдар балалар, өте тамаша. Қанекей енді барлығымыз бір қатар сапқа тұрамыз. Балалар, бұл біздің қимыл қозғалыс ойыны, иә? Бұл жерде біздер қазақтың түрлі оюларынан жасалған секірмелер арқылы секіретін боламыз. Яғни кубикті осылай алға қарай лақтырамыз. Қандай ою түседі? Мысалы, қазақтың ұлттық оюы қошқар мүйіз түссе, осылай қошқар мүйіздің үстінен басатын боламыз балалар. Жарай ма? Осылай жара басып, осылай секіретін боламыз. Жарай ма балалар? Иә! Мұсен келе ғой. Мұсен келе ғой. Oyunda oyun üstünde kanike basalım. Terus bir kilo.
қимыл қозғалыс ойындарын жақсы ойнап шықтыңдар. Енді келесі кезекте бізде тыныс алу жаттығуы. Қанекей барлығымыз 2 топқа бөлінеміз, тыныс алу жаттығуын жасаймыз. Балалар, осындай түптікше арқылы қазақтың ұлттық ою өрнегін алып осылай. Осылай өзіміздің әр команда өзінің затына қарай жинайтын болады, жақсы ма? Кеттік, дайынсыңыздар ма? Кеттік, муслим жасаймыз. Айхан, жүгіреміз. Жарайсыңдар балалар. Балалар, келесі кезекте біздің ойынымыз дұрыс атау ойыны. Бұл жерде біз спорт түрлерін дұрыс атауымыз керек. Түсінікті ма балалар? Қанекей балалар, экранға назар аударайық. Бұл қандай спорт? Бокс спорты, дұрыс айтасыңдар балалар. Дұрыс айтасыңдар, бұл күрес. Күрестің 2 түрі болады, иә? Біреу қазақша күрес, біреу еркін күрес. Бұл қандай спорт? Бұл футбол, дұрыс айтасыңдар балалар. Футбол. Бұл қандай спорт? Дұрыс айтасыңдар. Бұл қазақтың ұлттық спорты, арқан тарту спорты. Бұл қандай спорт? Дұрыс айтасыңдар. Бұл асық ату спорты, қазақтың ұлттық спорттарының да бірі. Бұл хан талапай ойын ойнауға болады, иә? Қанекей барлығымыз. Дұрыс айтасыңдар. Енді барлығымыз сергіту сәтін жасайық. Балалар, дұрыс атау ойынын өте дұрыс таптыңдар. Енді келесі кезекте біздің сергіту жаттығуын жасайық. Жарай ма? Балалар, сергіту сәті ұнады ма сіздерге? Ендеше келесі кезекте бізде хан талапай асық ату ойын ойнайтын боламыз. 2 топқа бөлінейік. Қанекей. Балалар, сіздер хан талапай ойын ойнай аласыздар ма? Олай болса қолымыздағы асықтан бір-бірден тігейік. Қанекей, барлығымыз бір-бір асықтан тігеміз, ортаға тігеміз. Және орнымызға барып тұрамыз. Балалар, мына тіккен асықтарымызға қазір барып бәйдеп атамыз, кім асықты тигізеді, сол өзімен бірге асықты алып келеді. Жақсы ма балалар? Қанекей, Алихан, Муслим, бастай ғой. Тигізген асықты алып кетеміз. Тигізген асығымызды алып кетеміз. Келесі инабат бе. Жарайсың инабат ала ғой. Тигізген асығымды ала ғой. Келесі кел. Жарайсың. Қанекей көрейік. Кімде үш асық? Муслимнің тобы үш асық инабат бе. Алиханның тобы үш асық инабат бе.
жарайсыңдар балалар. Сонымен бүгінгі біздің оқу іс-әрекетіміз аяқталды. Бүгінгі оқу іс-әрекетінде балалар не үйрендіңіздер? Асық атуды үйрендіңіздер. Дұрыс айтасыңдар. Қандай спорт түрлерімен таныстыңыздар? Бокспен таныстыңыздар, сосын күрес, футбол, арқан тарту. Дұрыс айтасыңыздар балалар. Дені сау ұрпақ не істеу керек екен? Дұрыс тамақтану керек, спортпен шұғылдану керек, серуендеу керек, Жақсы, жарайсыңдар балалар. Балалар, олай болса, бүгінгі оқу іс-әрекетіміз аяқталды. Қош, сау болыңыздар балалар. Сау оңға.